Алдымен ақ қағазға нүктені салайық. Нүкте деген не? Математикада нүкте қарапайым геометриялық фигураларға жатады. Нүктелерді латын әліпбиінің бас әріптерімен белгілейді. А нүктесі. А нүктесінің жанынан тағы бір Б нүктесін салайық. Енді осы екі нүктені түзу сызықпен қосайық. Жаңа геометриялық фигура АБ кесіндісін аламыз. АБ кесіндісі немесе бұл кесінді БА кесіндісі деп атауға болады. Демек кесінді дегеніміз екі нүктемен шектелген түзудің бөлігі. Бізді қоршаған ортадан кесіндіні тауып көрейік. Кітаптың қырлары кесінділер, қораптың қырлары кесінділер, тақтаның, терезенің, партаның қырлары да кесінділер. Сызғыш ұзындықты өлшейтін құрал. Суреттегі АБ кесіндісінің ұзындығы 9 сантиметрге тең. Үлкен заттардың ұзындығын өлшеу құралдарына сантиметрлік таспа мен рулетканы жатқызуға болады. 3 нүкте сал. Оларды А, Б, С латын әріптерімен белгіле. Осы 3 нүктені бір-бірімен 3 кесінді арқылы қосайық. Пайда болған геометриялық фигура үшбұрыш. Үшбұрыш жазық геометриялық фигура. Үшбұрыштың үшбұрышы, үш төбесі, үш қабырғасы болады. Барлық геометриялық фигуралардағыдай үшбұрыштың қабырғасы кесінді. АБ, БС, СА. Бізді қоршаған ортада пішіндері үшбұрыш тәрізді зат өте көп. Мысалы, үйдің шатыры, ойыншық пирамидалар, қоңыраубас гүлі, шырша, батпырауық, жол белгілері және тағы сол сияқты.